Солғанша гүлім көзде тұнып, ана дебен салам. Жүрейін мейлі жүзге толып, бөбекпін мен саған. Мама, 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 мәңгі дос сен ғана. Абзал ана, ана, көңілің кең дала. Дарасың сен маған, данасың сен маған. Мақтанатын мархабатым, махаббатым. Өмірі өзімен өрілген аңыз, жүрегі перзенті үшін толған парыз. Аналық махаббаттың мәңгілік шырағы, сабыр мен мінездің үйлескен жыр әні. Абзал ана, әдем апа, әппақ әже, Рахима ана. Жүрегінде мейірім мен уайымы қатар өмір сүрген, әр баласының тағдыры үшін алаңдап, жетістігі үшін қуана білген Абзал анамыз, табиғатты таулармен астасқан әсем Нарынқолдың баурайында 1940 жылдың самал сәуірінде дүние есігін ашты. Шыр етіп өмірге келген сәбидің маңдайында сол сәттен ақ тағдыры өнегелі ғұмыр мен өмірлік қағидаттарды жазып бергенін сынды. Әкесі Жабырбай мен анасы Күлзираның бар мейіріміне малына жүріп, 5 ағайындының ішінде ерке болуға хақысы болса да, ерте сейіп, сабыр мен жауапкершіліктің серік еткен Рахима анамызға, әсіресе бауырлары Рашбай мен Фаризаның бала күнінде бақилық болғаны жүрегіне өшпестей жара, ұмытылмастай із қалдырды. Білімге деген құлшынысын арттырып, болашаққа жол сілтеген алғашқы баспалдағы мектеп табалдырығын 1947 жылы өзге де бүлдіршіндердей қуана да асыға аттады. Сынаптай сырғып өткен балауса жылдар балаң қызға да өз өрнегін салып, бойжеткеннің көңіліне ерке сезім мен тәтті қылық сыйлағаны сөзсіз. Содан шығар, өмірлік жары Әбілжан мен де 18 жасында шаңырақ көтеріп, тату-тәтті тірлік кешті. Осы жылдарда бір-бірінің көңілін қас-қабағынан ұққан өнегелі отбасы өз перзенттерін дүниеге әкеліп, жарасым тапқан шаңыраққа ел қызыға да, қызғана да қарайды. Бақыттың сынағы ма? Дәм-тұзы 15 жыл жарасқан жарынан 33 жасында жесір қалып, Рахима анамызға 6 балапанды қанатының астын алуға тура келді. Бұл сәт ана қыранды сүрінбеуге, құламауға, құласа да балалары үшін жыламауға, не келсе де жаны сауға, басы дауда, не көрсе жан шыдауға үйретті. Әйел затына тән емес ауыр жүк болса да, оның иығы бұл ауырлықты көтеріп қана қойған жоқ. Сол ауырлықтың ішінде тіршіліктің шырағын сөндірмей алып жүрді. Көз жасын ішке жұтып, маңдайын еңбектің терімен жарқыратты. Таңмен таласа тұрып, ымыртта-мұртта ұшса да мойымаған Рахима анамыз алғашқы еңбек жолын мектептің еден жууынан бастағанымен, Айман әпкесінің үйретуімен сауда саласына бет бұрып, қоймадан бастап дүкенге дейінгі әр сатыда қызмет етті. Қарапайым қызметкерден ел құрметтеген еңбек ардагеріне айналды. Райподағы еңбегі үшін еңбек ардагері медальмен марапатталуы оның қарапайым еңбек адамы ғана емес, ел сүйіспеншілігіне лайық жан екені дәлелденді. Серік, Қайсар, Гүлнұр, Айгүл, Майгүл, Жеңіскүл, Гүлзада сынды ұл қыздардың жалғыз жүрегі, ана жүрек,
өмірінің мәнін балаларының бақытымен өлшеді. Ұрпағын ұлағатпен тәрбиеледі, балаларын оқытып, немерелерінің де оқуға жағдайын жасады. Мейірімнің мекені, төзімнің тұлғасы, ұрпағының ұлы анасы Рахима анамыз өз көрмегенді ұрпағы көрсін деп бар ғұмырын соларға арнады. Зейнетке шыққан соң да үйде қарап отырмады. Қолы қалт етсе, тірлікке бет бұратын, өз күшімен шағын дүкен ашып, тіршілігін адал еңбекпен дөңгелетті. Балалары мен немерелеріне жол сілтеді. Ешкімге алақан жаймады. Еңбек етсең ел таниды дегенді өмірмен дәлелдеді. Бұл дүкен оның тек табыс көзі емес, ұрпағына қалдырған еңбек мектебінің табыс жолы іспетті. Ана болу кез келгеннің қолынан келмейтін ұлы ерлік. Осындай аналардың арқасында қазақ отбасының құндылығы, шаңырақтың киесі сақталып келеді. Ал бұл кейіпкеріміз сол ерліктің шынайы символы. Осындай аналарымыз барда ел аман, ұрпақ өркен, рух биік болары анық. Осындай аналарымыз барда берекесі шалқыған тірлікпен татулығы жарасым тапқан бірліктің болары да айдан анық. Ал берекемен бірлік жүрген жерде қашанда той, қашанда қуаныш пен бақыттың лебі еспек. Ендеше бүгінгі қуанышқа асыға жеткен ағайынның арасында осындай абзал аналарымыз көп болсын. Орындары әрдайым төр болсын.